Баршаңызға сәлем, сіздермен жансая. Бүгін осындай үлпілдек, әдемі, жұп-жұмсақ нанның жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен жылы сүтке қантты қосып, дрожжыны қосып, араластырып дайындап аламыз. Одан соң барып, ұнымызға тұзды қосып, оны да құрғақтай араластырып аламыз. Енді сметананы қосып, дрожжымызды құйып, нанымызды жұмсақ қылып илейтін боламыз. Сметана болмаса, майонез қосып илесеңіздер болады. Менде майонез жоқ, сол үшін сметанамен иледім. Ең соңынан сумай құйып, жақсылап илеп, бетін жауып, ашытуға қойып қоямыз. 1-1,5 сағатта ашып, әдемі болып шығады. Менің наным бір көтерілді, одан кейін бір бастырып қойып, уже екінші рет көтерілгеннен кейін алып, уже пісіретін боламыз. Домалақта противнге салып, бетіне жұмыртқасын жағып, күнжутты сеуіп, 180 градуста 30-40 минут пісіруге жібердім. Осындай 3 тал нан шықты, өте әдемі, дәмі деген күшті, үлпілдек, өте керемет болып шықты. Ас атасы нан демекші, мен бұрыннан осы рецепт бойынша жасаймын, өте сәтті, өзімнің баяғыдан жасап келе жатқан рецептім, өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең бастысы адал нан өздеріңіз өз қолдарыңызбен жасайсыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар, өте керемет, сондай дәмді болып шығады. Осылай ыстық нанға май жағып, отбасыларыңызға суық күнде жылытып қуантып отырыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Сіздермен болған жансая.